адамдар қалай өздерінің травмасының құрбаны болады. Мысалы, кешегі теманы жалғастырсақ, міне, конфликт қайдан шығады? Перенос жасағаннан шығады. Яғни перенос жасаған кезде басқа адамға сіз ол адаммен контактқа түспейсіз, сіз өзіңіздің ойыңыздағы адаммен контактқа түсесіз. Теперь қараңыз, егер сіз перенос жасасаңыз, бұл контакттағы конфликтіға мен кінәлімін деген нәрсе емес, сіз кінәлі емессіз. Сіз қай уақытта перенос жасай аласыз? Сіздің переносыңызды поддерживать ететін адам контактқа түскен кезде. Ол адам сізге контрперенос жасайды. Міне, мына травма перенос жасайды, мына травма контрперенос жасайды. Осы кезде ғана ол жүзеге асады, перенос, контрпереностар. Ал перенос жасамайтын адам, өзінде ондай травмасы жоқ, емделген адам, мына перенос жасайтын адаммен еш уақытта ол контактқа түспейді. Ол просто ол жерден кетіп қалады, жоғалады міне. И қараңыз, контрперенос жасады, перенос жасады, адамдар не істеді? Адамдардың травмалары бір-бірімен контактқа түсіп жатыр. Ал мына екі адам болса, бұл травманың құрбанына айналды. Травмамен жүре беруге болмайды. Егер травмамен адам жүре беретін болса, психиатрға баруға мәжбүр болады. Потому что адам уже оны көтере алмайды, мысалға, қаншалықты мысалға. Онкология ауру болады, тағы да басқа аурулар, түрлі аурулардың бәрі пайда болатыны, ол адам өзінің жандағы травмадан емделмегендіктен болады. Дәл қазіргі уақытта травманы ресурсқа айналдыруға, травмадан емделуге бізге мүмкіндік бар, потому что дәл қазіргі уақытта психологияның дамыған уақытта психологқа, гештальтерапевтке, психотерапевтке да сау адамдар барады. Қандай да бір бітпейтін конфликттерді контактта сезінсеңіз, денеңіздегі ауруларды, оның түпкі себептерін білгіңіз келсе, маманға барыңыздар. Өзіңіздің травмаңыздың құрбаны болмаңыздар.